ровно 12-де пост салам деп күтіп отырып, осы 5-10 минуттың ішінде миым ашып кетті ғой. Мен бір нәрсе заказ бергем. Оны курьер алғанда отметить тастаған, сөйтіп басқа курьер барған. Басқа курьер барып, заказды сұраса, анау адам айтады, мен басқа курьер, алдыңғы курьерге беріп жібердім дейді. А ол курьерді мен таппай қалдым. Сөйтіп приложениеге служба поддержкаға жаздым қазір ғана. Сөйтіп настроением быт болып отырған жайым бар. Не затым жоқ, не курьер жоқ, в общем, сол. Негізі тамақ заказ бергем, тамақ жоқ, бағана курьер. Сонымен осындай тамақ жеп отырмыз, чай. Бармен базар болып отырмыз, в общем. Рахмет барлықтарыңа, келгендеріне. Мен Арнұр любой жерде қаламайды ғой. Шерхан келді, Арнұр келді, Ақмырза, Бота, Арай, Эля, Айку, Құлғанат, бәрі келді, в общем. Ризам. Күйім де кетті деймін. Мен түсіріп отқан Осындай отырыс болып отыр бізде. Қонақтардың бәрін шығарып салып, ыдыс-аяқтардың бәрін жуып, енді қазір бетімді жуып ұйықтайтын боламын. Дайректен көп, прям құттықтаулар кепті. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Дайректің бәрін бірін қалдырмай оқып жатырмын. Енді ответ бермесем де оқып жатырмын. Так что барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Маған тілеп жатқан тілектеріңіз өздеріңізге 10 есе болып қайтсын. Короче, мен дәндеп алғам ғой кеше. Етті мен жеймін. Дейсің ба? Кеше Бексұлтан наурыз көже алып келген. Наурыз көже өте дәмді болғаннан кейін бүгін тағы да заказ бергізгенсің ғой. Құртын ұмыт кетіп, соны құртын салып жезі бүгін. Иә, бірақ мен тандем алып келдім саған андай қосып іштепші. Тандеммен ішсең мощный болады. жоқ, өзі алып келіп береді. Сен ішкейсің ба дейді. Сосын мен қазір ішпеймін, мен сорпа ішіп алдым десем, онда мен кішкене ішейінші дейді. Не болды сонда бұл? Чуть-чуть кысать дейін деген ғой. 2 порция алмайсың ба? Менің наурыз көжеме классификация. Жеп алдым деген айтқаным айтып сен. Мама, желтые креветки. Ерасылға Королевские креветки. балықтар әкепті. Балықтар арасында креветки бәрі бар ішінде. Ас болсын бізге. Біз барғанда неміз ғой, мен үстімде қалатын қараңыздар, шана бомж сияқты өмір сүретін бізде елдер. Дарханның бетінде салфетка жоқ, өмір бақи туалетный бумага тұратын бар ғой. Мен ана күні ғана бар ғой, 2 упаковка не алып келгем, салфетка алып келгем. Су қайға кетті. Мен салфетка алып келем, әйтеуір бітіп қала берем, а не вот, туалетный бумага бірақ бітпейді почему-то. Ашшы наурыз көжемді, ас болсын. Ничего, Спасибо. Баламыз ұйықтап отыр ана жақта. Өзімізбен өзіміз отырып бірге жеп алайық деп отырмыз. Тары. Күшті, иә? Бидай қосқан тары емес. Тандем қосып алып, нашта Бексұлтан риза болып отыр ғой. Күшті болған ба? Тандеммен әдемі етіп екен мына. Мына қарасаңыздар, ішінде бидайымен, кеспесімен, етімен. Біздің үйдің тура жанында бір кафешка бар, сол жерде істеді. Бөлек. В общем, мына балаға ұнамайды наурыз көже. Фри жеп отыр. Не только фри. Менің қой сорпамды ішіп, сәресін ішіп отыр мына жерде. Опс, сыңды. Көз тиіп кетті. Жігітімнің сәресін ашқанына бірге тұрып тамағын берейік. Бірге тұрып дегенде ұйықтамаймыз біз бұл уақытта. Сол душқа түсіп алып, рахаттанып отырмын мен. Бұл жігіт акасы қазір бастырылып қапты. 2 секундтың ішінде. Секунд прикинь, сен естір, ұйықтап жатырмын ғой. Пойыз жолдың бір несін өтіп баратырмын ғой, көзім жұмыла өтіп баратырмын. Бір кезде жұқырға оятып жіберді. Сол кезде бар көзім ашылып ғой, прикинь, түсінбей қалдым не болғанын өзім. Мынау келді, әлі ұрысып жатыр бірдеңе. 1-2 рет шақырдым, жан деп, бала оянып кете ма деп уайымдап отырмын. Сөйтсем, жаңа ғана ояу жатқан, түсінбеймін, қайтадан барып жан деп аяғынан нетсем, қорылдап отыр. Ол оказывается бастырылып отыр екен. Тоқтап кеткен ғой, тағысы қандайшы. Жаңа тұра алмаймын қойшы, прикинь, сен айтқанда деші андай. Таттауы тағысып кетіп қалғанмын ғой. Өзім де бірге отырып шай тамақ ішетімін негізі. Бірақ ішпейін деп отырмын, өйткені жаңағы наурыз көже ішіп алдым, оның алдында еще сорпамды ішіп алған болады. Қазаным созылып, семіріп кетемін деп ішпей отырмын еш нәрсе. Фигурамызды восстанавливать. Грецкий орех замедляет старение, мозг старения, потому что она содержит омега-3. И еще советуется есть только 30 грамм ореха, потому что грецкий орех очень жирный орех. Еще что можно сказать? Еще она повышает IQ. Но не в учебе и тренировке эти занятий этого мозга.
Короче, өзі грецкий орех жеп Короче, отырып если келіп много маған есть, ақпарат то- айтып отыр. Если, короче, много есть, то уже реально работает. Тренировка и все это. Ерасыл, сен неге орысша сөйлейсің? Сен қазақ мектебінде оқисың ғой? Қазақша сөйлесең? В детстве просто русские мультики смотрела. Енді мен сенімен қазақша сөйлесем ғой, қазақша сөйлесемші. Жарайды. Мектепте мұғалімдерің де қазақша сөйле деп айтады саған. Дұрыс қой, сен Қазақстанда өмір сүресің, қазақша сөйлеу керексің, иә? Қазақ тілін сыйлау керексің, құрмексің. Бұл біздің ана тіліміз, иә? Молодец. Енді қазақша сөйлес всегда. Иә ма? Жарайды. Тағы да қандай фактылар білесің? Ну, Не деген ақылды бала менің про баламды вселенную. Ойбай, вселенныйды ең қатты жақсы көретін бала. Бұл деген ғарыш, космос, сондай темаларды өте қатты жақсы көреді. Бізде қанша планета бар? 8. Самый оңай сұрақтар. 8. Қойылады. По порядку сказать? Қазақша сөйлейміз. А, Шашым бетіме тиіп жатыр. как будет по порядку на казахском? Рет-ретімен. Рет-ретмен айтайын ба планеталарды? Меркурий, Венера, вообще шолпан, Жер, тағы да, просто қазақша. Ладно, Марс, Юпитер, да. Тағы да, Сатурн, Уран, Нептун. Молодец. Ал Плутон қандай планетаға жатады? Плутон? Маленькая планета, не считается, как будет? Карликовая планета, да? Карликовая планета. Меньше даже, чем Луна. Сондай, короче. Осы ақпаратты сіздер білу керек болдыңыздар. Осында келдік енді. Біраз жұмыстар бар, бұйыртса не бүгін, не ертең сіздерге бір өте керемет бір жақсы жаңалықпен бөлісемін. Ол сіздерге өте пайдасы зор нәрсе, маған да пайдасы зор нәрсе. Осым отбасыларыңызбен сіздерге пайда беретін нәрсе. Бұйыртса, Алла қаласа, стористардың барлығын жібермей қарап отырыңыздар. Ал мен кірдім ішке. Ал кеш жарық баршаға эфирден кейін шығып, өзіміз саршаңақтағылармен жиналғанбыз. Сәкең де келді арамызға. Сәкең мені оппу. Қайсыздар? Бергене, карту кетіп тұрады. Қыздар маған не үшін, неге, не қылып қойды деп жаза бермеңіздер. Просто так, егер танитын болсаңыздар, ол кісі туралы толық ақпарат немесе номері, инстаграм болса, міндетті түрде, даже фотосы болса, обязательно. Сол кезде ғана жазыңыздар, өтініш. Артық сұрақ керек емес. Мен ол кісіні тапқан жағдайда барлығын айтамын, не болғанын, не істегенін. Сол, в общем.